Ассаламағалейкум достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Құралбаев. Жаңа видеома қош келдіңдер. Бүгінгі видеода сендерге өте керемет ақша табатын схемаларды көрсетіп кететін боламын. Осы видеодан кейін сіздер өз ақшаларыңызды тауып, өздеріңіздің қалаған кошелектарыңызға, яғни банковский карта және электронды кошелектарыңызға шығарып алсаңыздар болады. Каналға тіркелмегендер болса, каналға тіркеліп кетейік. Видеоға аямай лайк басып, комментарийімізді қалдырып кетейік. Ал ендеше видеомызды бастаймыз. Достар, ең бірінші ақша табатын сайтымыздың аты ол ve7.ru деп аталады. Бұл сайттан сіздер неше түр көптеген задания орындау арқылы ақша таба алатын боласыздар. Яғни толығырақ айта кететін болсам, заработок деген жерге басатын болсақ, біз сайттарды көру арқылы және де қысқартылған ссылкаларға кіру арқылы және де басқа да заданияларға кіру арқылы біз осы сайттан неше түрлі задания орындап ақша тапсақ болады екен. Және де осы сайттан күнделікті бонус алып отырсақ та болады. Яғни бонус деген кнопканы басатын болсақ, рекламаны X деп басып шығарып жібереміз. Мінекей бонус деп тұр. Бізге бонус бір, яғни бонус нөмірі 1 деп тұр. Яғни осы бонус алу үшін бізге осы рекламный баннер тұр. Осыны басу керек болады. Яғни размер бонусы, яғни осының 0.01 рубль мен 0.1 рубльдің арасында бізге ақша түсетін болады. Мысалы, қазір басып көрсетейін баннерді. Мінекей басты. Мінекей бізге басқа сайтқа кіріп жерді. Енді біз қайтан шығамыз да. Мінекей достар, ваш бонус 0.04 рубль. Бізге осы аралықта осынша сома түскен болатын. Енді біз бонусты 1 сағаттан кейін алсақ болады. Екінші бонус нөмірі 2 деп тұр. Бұл жерде 0.01 мен 0.2 рубльдің арасында төлейді. Мысалы, міне рекламный баннерді бастым. Мінекей тағы осы сайтқа келді. Енді шығамын. Мінекей достар, 0.01 рубль берді. Үшінші бонус басамын. 0.3 рубльдің арасында береді. Шығамын. Мінекей 0.25 рубль берді. Мінекей бонусты басу арқылы мен көптеген ақша уже таптым. Және де сіздер басқа да сайт заданияларды орындау арқылы да ақша тапсаңыздар болады. Яғни на коротких ссылках деп тұр. Яғни біз қысқартылған ссылкаларды басып ақша тапсақ болады. Яғни ол қалай? Мысалы, біз любой бір ссылканы аламыз. Ссылканы аламызда мынақа добавить деген кнопканы басамыз. Осы жерге вставить етеміз өзіміздің ссылкамыз, сосын добавитті басамыз. Осы ссылкаға кірген адамдардан сіздер ақша алып отыратын боласыздар. Мінекей осылайда ақша тапсақ болады осы сайттан. Және де достар, біз осы сайттан басқа да сайттарды көру арқылы да ақша тапсақ болады. Яғни ол қалай? Осы заработок деген пәрменді басамыз, сосын астына бірнеше заданиялар шығады. Яғни на просмотре сайтов деген кнопканы басамыз. На просмотре сайтов кнопкасын басқан соң бізге неше түрлі осыншама заданиялар шығады. Мыняқта уақытсыз жазылып тұр. Мысалы, осы бірінші задания қарайтын болсақ, время просмотра 15 секунд деп тұр. Оплата бізге 0.01 копейка береді екен. Енді біз осыған кіретін боламыз. Так, кірдік. Мінекей достар, астымызда таймер кетті уже. 13 секунд, 12, 11. Осы таймер біткен соң бізге бағанағы бізге берілген ақшаны төлейтін болады. Таймер бітсін. Енді біз капчаны теру керекпіз. Мыняқта пілдің суреті тұр, яғни біз пілдің суретін басамыз. Так. Жоқ болды. Мінекей достар, бағана суретте не тұр деген бағана қыз капча шықты. Мен соларды пілмен
тағы да бір картинканы сурет шықты, соларды бастым. Сосын маған біздің балансымызға ақша түсті. Енді қайттан өзіміздің кабинетімізге кірсек. Мінекей достар, біздің основной счетымыз өзгерді басқа балансқа. Заработок на просмотре сайтов. Және де басқа да сайттарды көру арқылы ақша тапсақ болады. Мінекей неше түрлі көптеген заданиялар шығып тұр. Осылардың барлығын орындап көлемді ақша тапсақ болады. Енді бұл жерден қалай ақша шығару керектігін көрсетіп кетейін. Личный кабинетке кіреміз. Финансы деген жерге кіреміз. Менде основной баланс деген жерде вывести деген кнопканы басамыз. Так, достар, бізге осы жерден, осы сайттан ақша неше түрлі платежный системаларға төлейді екен. Юмани, яғни Яндекс Маниға төлейді. Яндекс деньги, яғни банковская карта, және де Кивиға, Пейерға төлейді екен. Мына жерде минималды суммалары жазылып тұр. Юманида 60 рубль, банковская картада 127 рубль, Кивида 100 рубль, Пейерда 60 рубль. Ақшаларымызды жинап болған соң осы сайтқа ақшамызды шығарсақ болады. Ал енді достар, келесі сайтымызды көрсетіп кетейін. Келесі приложениеміз бұл жерде птицевод деп аталатын приложение. Оны біз Play Market'тен жүктеп алатын боламыз. Ссылкасы міндетті түрде описаниеда болады. Осы приложение кірген соң достар, сіздер ең алғашқы 7 күн подряд, 7 күн қатарынан тоқтамай кіретін болсаңыздар курица беріледі. 30 күн қатарынан кіретін болсаңыздар сіздерге утка берілетін болады. Яғни бұл жерден қалай ақша табамыз? Бұл жерде разбей яйца деген жерде кнопканы басатын болсақ, так, бесплатный, бізге бесплатный яйца дегенді шығады. Бесплатный яйца деген бізде раздел бар. Яғни неяқты жұмыртқа тұрады. Жұмыртқада 99.999 деген сан тұрады. Соның бәрін нөлге басып, кликат етеміз, басып 99.999 нөлге айналған кезде бізге бесплатный птичка беретін болады. Яғни тағы да басқа түрі осы птичка алудың 400 баксқа алсақ болады. Яғни және де 800 монетаға алсақ болады. Мен бүгін осы 99.999 деген жұмыртқаны баса бердім, кликат еттім. Соған маған бір птичка маған сыйлады. Яғни мына жерде астына кіретін болсақ, менде курицадан 2 курица болды өзіменде. Яйц сағатына бір жұмыртқа береді бізге. Мына жерден жұмыртқа толатын кезде біз собирать деген кнопканы басамыз. 2 жұмыртқа беріліпті бізге. Осы жұмыртқаларды біз жинап, осы жерде жинаймыз. Мына жерде 100-ге толған кезде мынаны яйца курица дегенді продать деген кнопканы басамыз. Сосын біз осы сайт приложениеден ақша тапсақ болады. Мына жерде монетамыз 100-ге толғанда ақшамызды шығара берсек болады. Ақшаны шығару үшін біз награда деген жерге кіреміз. Переводы деген жерге кіретін болсақ, біз Кивиға, Пейерға, Яндекс Маниға ақшамызды шығарсақ болады. Минималды сумма бізде 100 монета. Кіріп осы приложениеден ақшаларыңызды шығарсаңыздар болады. Достар, соңғы приложениеміздің аты ақша табатын бұл Aurum деп аталады. Бұл Aurum приложениесінен біз ойындар, неше түрлі программалар скачать ету арқылы ақша табатын боламыз. Мысалы, бізде мына жерде қарап тұрсаңыздар бірнеше задания тұр. Бізде 10 монета 1 рубльға тең. Мына жерде бірнеше задания тұр. Осыларды орындап біз ақша тапсақ болады. Яғни мына жерде 27 монета деп тұр. Яғни бұл 2-7 рубль. Осылардың бәрін скачать етіп ақша тапсақ болады. Яғни біреусіне кіріп көрсетейін. Начать заданияны басамыз. Сосын бізге так, бірінші біз осыны установить ету кереміз. Установить ету үшін бізге 30 минут берді. Сосын біз 30 минуттан кейін скачать еткен соң мына жерде галочка пайда болады. Сосын біз бірнеше минут бойы осы приложениені ашамыз. Сосын бірнеше уақыт бойы осы приложениені удалить етпейміз. Осындай заданияларды орындау арқылы біз ақшамызды табатын боламыз.
задание деген жерге кіретін болсақ, активный деген жерде тұрады осындай. Сосын біз осы берілген заданияларды орындап ақшамызды табатын боламыз. Профи деген жерге кіретін болсақ, мына жерде бізде балансымызды көрсетіп тұрады. Ақшамызды шығару үшін біз мобильный телефонға или кивиға шығарсақ болады. Кивиға шығару үшін осы кивидің иконкасын басамыз. Мына жерге номер киви кошельканы басамыз. Минималды сумма бұл жерде 150 монет, яғни 15 рубль. Сосын зачислить деген кнопканы басамыз, сосын бізге ақшамыз келіп түсетін болады. Достар, сосын біз кивида жиналған ақшаны Каспиға шығарсақ болады. Ол үшін біз Best Change деген сайт арқылы, обменник арқылы, яғни кивидан Каспи Goldқа аударсақ болады ақшамызды. Сіздерге көрсетіп кетейін. Best Change. Міндетті түрде осы барлық сайттардың ссылкаларын описанияға қалдырып кететін боламын. Мінекей достар, мына жерде электронный деньги дегенді көріп тұрған боласыздар. Мына жерде біз киви рубльді жинайтын болсақ, біз киви рубльді басамыз. Сосын біз қай жерге аударымыз келеді. Мысалы, Каспи банкты басамыз. Сосын бізге 5 обменниктің сайттарын көрсетіп тұр. Осы сайттар арқылы біз кивидағы ақшамызды Каспи Goldқа аударсақ болады. Өздеріңіз қалаған обменниктарға кіріп, өздеріңіздің ақшаларыңызды кивиден Каспи Goldқа аударсаңыздар болады. Достар, видеом осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.